кезде әсіресе біз енді елдің қатарына кіреміз деген сондай елбасының өзінің айтуымен осындай жұмыс атқарылуда, иә. Соның ішінде пробиотикалық препараттарды шет елде өте жақсы қолданады. Мысалы, қарапайым антибиотикті біз өзіміз қолданамыз, соның артынан міндетті түрде дәрігерге барсаңыздар флюконазол деп айтады, кез келген. Ал пробиотиктік препараттар ол емдейді, әрі ол алдын алады. Антибиотиктерден ерекшелігі. Енді оны мысалы медицина саласында өте жақсы дамыған бәрібір. Бізде ветеринария саласында ақсаңдап тұр, иә. Біз сондықтан да пробиотикалық препараттарды жасап шығардық. Оны қалай жасап шығарамыз? Ол сүт қышқылды бактериялар негізінен. Кәдімгі өсіндіні алып, бактериялар керекті, ағзаға керекті бактериялардың өсіндісін алып осыған құрап, біз арнайы лабораторияда жасаймыз. Ол лабораторияның алдында амалсызға танысты, қалай жасайтын. Енді бізде пробиотикалық препараттар мал шаруашылығында мынандай жағдайда қолданып жатыр. Балықтар, құстар, малдардың өнімділігін арттыру үшін. Мысалы, Қазақстан құстар шаруашылығында біз осыны құс шаруашылығында қарапайым мысалы 800 грамм тұратын тауықтар осы пробиотикті қолданғаннан кейін 1,5 килограмм, 1 килограмм 600 бешен қосылады. Сосын қозылар, сіздер қой шаруашылығы көбінесе қозылардың қарапайым мысалы 16 килограмм беретін қозылар пробиотикалық препараттарды қолданғаннан кейін 24-25 килограммға дейін салмағын өсірді. Қанша уақытта? 15 күн. 15 күннен кейін уже бірден қоспайды салмақты, уже салмақты қосып атқанын айтамыз. Бірақ нәтиже 10-15 күн арасында көріне бастайды, иә? Көріне бастайды. Бұл осы біз шығаратын пробиотиктер енді жалғыз біз ғана шығарамыз демеймін. Өйткені қазір ғалымдар көп шығарғандар да бар. Олардан ерекшелігі бұның құрамында біз сүт, кәдімгі сүт бар, сол сүт қышқылынан жасап дайындаймыз. Екіншіден, бұл пробиотикалық препараттар өнімділігін арттырады. Қазір сіздер білесіздер, параллельдік хозяйствоның екенін жасаймыз. Параллельдік хозяйство сезон кезінде балықтарды тез өсіруге, тез сақтауға. Ал енді біздің міндетіміз бар ғой, сол балықтар тез өссін деп нетпейміз, адамдардың ағзасына зиян келмесін деп бірден сол балықтарды тексеріп отырамыз. Өткенде лабораториядан көрді, ауру болып қалған жоқ па, еті зиян болған жоқ па, адамдарға дейді. Сосын қолданғаннан кейін бұны жеп малдың етін қолданса да, мысалы вакцина салып кеткеннен ем жасағаннан жебілмейді ғой, бұны жеп жатқаннан қолданады. Сонда біріншіден біздің пробиотиктер ең бірінші малдың өнімділігін арттырады, малдың емес, балықтың, құстардың. Екінші пробиотикалық препараттарымыз ол ас қорыту жолдары, пастереллез, сальмонеллез, колибактериоздардың барлығын толығымен емдейді. Мысалы қозыларға кішкентай кезінен бастап біз кәдімгідей сүт бар немесе сүтті езіп береміз, оның ешқандай зияны жоқ, ешқандай ауырмайды. Сальмонеллез, пастереллезді бұл ауырып тұрса емдейді, немесе алдын алуға болады. Ол тәжірибенің барлығы жасалған Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында және де Шиелі аудандарында үлкен шаруашылықтарда ол жасалған 019 бағдарлама бойынша біз акиматпен бірге жұмыс істеп оны дәлелдейміз. Жаңа айттым, құс шаруашылығының Қазақстан құстары бар, бұл дәлелденген. Екінші параллельдік хозяйство балық шаруашылығында бұл дәлелденген.